Біздің арамыздағы көбісіміз жалқаумыз. Жалқаулық әр адамда бар. Лен дейді ғой. Бұдан қалай құтылуға болады? Сен еріншектіктен мәңгілікке құтыла алмайсың, бірақ шамалы бір уақытқа құтылуға болады. Еріншектік, жалқаулық бұл мен дымыз жасамай жатқандағы зат деп көбісі айтады. Бірақ жоқ. Сен ештеңе істегің келмей жатыр дегенде сен обязательно бір ойындар ойнап жатасың, или кино қарай жатасың, просто компьютерде отырасың, или далада қыдырып жүресің, біреумен сөйлесіп жатасың. Бірақ сен ештеңе істеп жатқан жоқсың, сен бірдеңе жасап жатсың. Сен бірдеңе жұмыс жасағың келсе, ақша тапқың келсе, онда сен обязательно бұның бәрін тастап, тек қана соған көңіл бөлуің керек. Мәңгілікке емес, енді шамалы бір 3-4 сағатқа соған көңіл бөлу керек. Бірақ қалай? Менде бір лайфхак бар. Бұл лайфхакпен мен уже 2 жыл қолданып жүрмін. Бұл лайфхак, бұл 2 сағат ештеңе істемей, жаңағы жоғарыда айтылған компьютер ойнау, қыдыру оңай емес. Жай ғана бір бөлмеде просто 2 сағат отыру, или 1,5, или 1 сағат. Просто дым істемей бір точкаға қарап отыру. Сол кезде сен түсінесің, уақытым босқа кетіп жатыр, бірдеңе жасауым керек дейсің де, саған пайда беретін іспен айналысасың. Сол кезде ғана сен еріншектікті жеңесің. Бұл лайфхакты таңғы 11-де, или кешкі 3-де, или 7-де, любой кезде қолдануға болады. Немесе дәл қазір. Себебі сенде өте аз уақыт қалды.